Алматы облысы Райымбек ауданы Бердібек Соқпақбаев атындағы орта мектеп-гимназиясында оқуға құштар мектеп жобасы аясында оқуға құштар сынып 2021 жыл байқауы ұйымдастырылды. Байқаудың негізгі мақсаты оқуға құштар мектеп жобасын насихаттау, оқу мәртебесін, оқу белсенділігі мен оқу сапасын арттыру, сондай-ақ жас ұрпақ бойында жоғары азаматтық, рухани адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру, мәдени және оқу құзыреттілігін дамыту, отбасылық кітап оқу дәстүрін жаңғырту. 6 айға созылатын бұл байқау 2 кезеңнен тұрады. Алғашқы кезеңде әр аптаның дүйсенбі жұма күндері аралығында жіберілген PDF форматындағы оқулық мазмұнымен толық танысып оқып, жұма сенбі күндері сол оқулық мазмұны бойынша Google платформасында жіберілген тест сұрақтарына жауап беру. Екінші кезең жалпы 6 ай бойы оқытылған кітаптардың мазмұны бойынша 50 сұраққа жауап беру. Мен Ермекқызы Аяру, оқуға құштар сынып байқауының қатысушысымын. Маған өзім оқыған ертегілердің ішінен Қызыл телпек ертегісі қатты ұнады. Ертегінің негізгі кейіпкерлері Қызыл телпектің анасы мен әжесі, отыншы, аңшы, қасқыр. Ертегі мазмұны бойынша зұлымдықты түбі жақсылықты жеңді. Қызыл телпектің бойындағы жақсы қасиеттердің бірі ол жанашыр, мейірімді, қамқор. Мен Итжан Еңлік 4-ші А сынып оқушысы, оқуға құштар сыныптан қатысушымын. Мен оқыған ертегілердің ішінде ең қатты ұнаған ертегі Қызыл телпек. Қызыл телпекті анасының тілін екетпей орындағаны ұнады. Мен ертегіден ешкімге сене бермеу керек екенін түсіндім. Мен Ескендір Іңкәр Еркінқызы 4-ші А сыныбында оқимын. Оқуға құштар байқауының қатысушысымын. Оқыған 8 кітабының ішіндегі Қызыл телпек ертегісі қатты ұнады. Себебі Қызыл телпек анасы мен әжесінің сүйкімді қыздары. Ол өте ақылды, мейірімді. Мен ол ертегіден үйренгенім шыншылдық. Аяғында бір Қасым мен Али Баба деген 2 ағайынды өмір сүріпті. Күндердің бір күнінде екеуінің әкелері қайтыс болған соң, екеуі әкесі қалдырған мұраны теңдей бөліп алмақшы болады. Үңгірдің есігі ашылады. Ал Али Баба үңгірге кіреді. Үңгірге кірсе, іші толған байлық екен. Бар алтын, күміс, сақиналардың бәрі тау болып үйіліп жатыр. Оқуға құштар сынып байқауының қатысушысымын. Маған осыға дейін ертегілердің ішінде ең қатты ұнағаны Бремен музыканттары. Маған бұл ертегіде есек кейіпкері ұнады. Ол еңбекқор, ақылды, диірменшіге көп көмектесті. Өзінің қожайынына аянбай қызмет етіп, адал ісін атқарып жүрді. Күн өте есек жұмысқа жарамай қартайып қалды. Жұмысқа жарамаған есекті диірменші қуып жібереді. Есек қартайған итті, мысықты, әтешті кездестіреді. Олар мысық пен әтештің арқасынан бір пана тауып алады. Сол панада олар аңшылар үйді босатады да, сол үйде бақытты да ғұмыр кешеді. Ерман Гүлсезім, оқуға құштар сынып байқауының қатысушысымын. Мен осы уақытқа дейін оқыған ертегілерінің ішінен маған ерекше ұнаған ертегі Пиноккио ертегісі. Пиноккио тәртіпті, ақылды бала. Бастапқыда ол әкесінің тілін алмаған еді. Әкесінің айтқан ақылдарын тыңдамаған еді. Ол өтірік айтқан сайын оның мұрны ұзара бастады. Ертегіде өтірік айтпауды, үлкендерді сыйлап тыңдау керек екенін түсіндім. Мен 4-ші А сынып оқушысы Смағұл Аңсар. 8 кітаптың ішінде маған ұнағаны Маугли кітабы. Жануарларға қамқор болуды үйрендім. Мен 4-ші сынып оқушысымын. Оқуға құштар сынып байқауының қатысушысымын. Маған ұнаған ертегі Бремен музыканттары. Ішінен маған есек ұнады. Ол әлі алда өмір бар екенін түсіндірді. Әлихан 4 А сынып оқушысы. Маған ең қызық ұнаған ол Маугли. Мауглиде Шерхан деген кейіпкер, Мауглидің өзі болады. Шерхан Мауглиді жемекші болады. Ал олардағы аю, қара барыс, ол екеуі көмектеседі. Мен 4-ші А сынып оқушысы Әлғожа Ерасылмын. Мен оқуға құштар сыныптың қатысушысымын. Маған
оқыған ертегілерден ең қатты ұнаған ертегі Әли Баба 40 қарақшы ертегісі. Бұл ертегідегі менің сүйікті кейіпкерім Әли Баба. Өйткені Әли Баба қамқор, адал. Ал маған ұнамаған кейіпкер Фатима мен Қасым. Фатима болса қу, ал Қасым болса ұрлықшы. 4-ші сынып оқушысы. Оқуға құштар байқауының қатысушысымын. Мен оқыған 8 кітаптың ішінен Пиноккио ертегісі қатты ұнады. Ол ертегіде Геппетто ағаш шебер болады. Ол қолдан бұйымдар жасайтын еді. Ол бір күні ағаштан бала жасап шығарады. Ол балаға жан бітіп, Геппетто, бүгіннен бастап сен менің баламсың деп айтады. Ертегінің соңында фея Пиноккионы нағыз жанды балаға айландырады. 4-ші сынып оқушысы Күмісбек Нұрмұхамед. 8 кітаптың ішінен ең ұнағаны Маугли кітабы. Шерхан Мауглиді жемекші болады. Багира мен Аю құтқарып қалады. Мен Рамазан Кәусар, 4 сынып оқушысы, оқуға құштар байқауының қатысушысымын. Оған ертегіден ең қатты ұнаған ертегі Қызыл Тепек. Қызыл Тепектегі қыз басқа әжесіне барғанда бөтен біреумен танысты. Ол жаман екенін түсінді. Мен Бердібек Соқпақбаев атындағы 4-ші сынып оқушысы Бақберген Дархан. Мен оқуға құштар байқауының қатысушысымын. Маған кітаптар оқыған ұнайды. Маған қатты ұнаған ертегілер Пиноккио мен Маугли. Мен Мауглидан жан-жануарларды көмектесуге үйрендім. Ал Пиноккиодан ата-анамның рұқсатынсыз көшеге далаға шықпауды үйрендім. Мен Бердібек Соқпақбаев атындағы орта мектептің 4-ші сынып оқушысы Иманқұлова Айым. Мен оқуға құштар байқауының қатысушысымын. Бұл байқау өте керемет және де қызықты. Бұл байқауда балалар кітап оқып, бос уақыттарын өткізеді. Мен барлық кітапты ұнатамын және де барлық кітап маған қызық болды. Маған ең қатты ұнағаны Пиноккио, Маугли және Ханшайым мен Жеті гном. Мен Ханшайым мен Жеті гном ертегісінен Ханшайым сияқты ақ көңіл және де кешірімді болуды үйрендім. Ал Пиноккио ертегісінен ата-анамның рұқсатынсыз далаға шықпауды үйрендім. Ал Маугли ертегісінен мен жануарларға қамқорлық көрсетуді үйрендім. Әр ертегінің тәрбиелік мәні зор. Мен келесі ертегіні асыға күтемін. Мен Бехмет Калу, оқуға құштар сынып байқауының қатысушысы Ермек қызы Аярудың анасымын. Бұл байқаудың қызымның оқуға деген тасын оятып, оқу жылдамдығын арттырды. Өз ойын анық ашық айтуға үйретіп, сөздік қорын арттырды. Ертегі мазмұнымен қызым жақсыдан үйреніп, жаманнан жиренуге үйренуде. Қызыммен бірге күнделікті кітап оқуға әдетке айналдырдық. Осы байқауды ұйымдастырған мектебімізге ата-ана ретінде алғысым шексіз. Байқау ары қарай жалғасын тапса деген ұсынысым бар.